Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін экономика негіздері пәні бойынша жаңа сабақтың тақырыбы өндіріс саласы туралы түсінік. Оқытушы Тукенова Венера Дәулетбековна. Сабақтың мақсаты білімділік, оқушыларға өндіріс саласы туралы түсінік қалыптастыру, олардың маңызы мен ерекшеліктері туралы оқыту. Дамытушылық мақсаты оқушылардың ойлау қабілетін, логикасын, мәдениеттілігін дамыту, іскерлік қабілеттілігін қалыптастыру. Тәрбиелік мақсаты оқушыларға пән мен ортаны байланыстыра білуге, ұқыптылыққа, жүйелікке тәрбиелеу. Сабақтың барысы. Енді балалар, сіздерге жалпы өндіріс деген сөз естеріңізге түскенде қандай ойлар қалыптасады? Өндіріс адамдардың мақсатты шектеусіз қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызметі. Бұл адамдарды материалдық, әлеуметтік, интеллектуалдық ресурстарды пайдалануға итермелейді. Ресурстардың шектеулілігі адамдар мен қоғамды қанағаттандыру қажеттіліктерін таңдауға итермелейді. Таңдау экономикалық категория ретінде бұл өндіру, сату және сатып алу болып саналады. Бұл міндет таңдау кез келген қоғамда оның әлеуметтік саяси құрылысына қарамастан қарастырылуы тиіс. Нені өндіру керек, яғни қандай байлық, қандай сапада және қанша өндірілуі тиісті шектеулі ресурстармен байланысты болады. Нені өндіру керек? Қалай өндіру керек? Бұл қандай шектеулі ресурстардан және қандай комбинациялардан, билікті қандай технологияның көмегімен өндіру керектігі туралы шешім қабылдайды. Кімге және қанша өндіру керек? Бұл адам қажеттілігі шектеулі болған жағдайдағы кімге қанша өндірілген материалдық игіліктерді бөлу проблемасы болып табылады. Мұндай күрделі проблемаларды шешу үшін шаруашылық субъектілері өзара байланыс пен комбинация негізінде өндірістің негізгі факторлары жер, еңбек, капитал мен субъектілердің кәсіпкерлік қызметіне айналатын өндіріс ресурстарына, адамдардың өндірістік қызметі және табиғи жасаған байлықтар туралы деректерге ие болуы тиіс. Өндіріс ресурстары бұл тауарлар мен қызметтер жасау процесінде пайдаланатын табиғи, әлеуметтік және рухани күштердің жиынтығы. Ресурстар төрт түрлі болады. Табиғи, өндірісте қолдану үшін әлеуметтік пайдалы табиғи күштер мен заттар, олар таусылатын, екінші қалпына келтіретін немесе қалпына келтірілмейтін болып ажыратылады. Екінші материалдық, бұл өндіріс нәтижелері болып саналатын, адам жасаған инструменттер, машиналар, сарқылатын шикізаттар. Үшінші еңбек, әлеуметтік демографиялық, кәсіптік біліктілік және мәдени білім беру параметрлері бойынша бағаланатын еңбекке қабілетті халық. Төртінші қаржылық, қоғам өндірісті ұйымдастыру үшін ақша қаражаттарын бөлу болып табылады. Кез келген қоғамға тән табиғи материалдық еңбек ресурстары базалық деп аталады. Қаржылық ресурстар өндірістің экономикалық сатысында базалық ресурстарға қосылады. Сондықтан да кәсіпкерлік қызмет және ақпаратпен бірге туынды факторларды құрайды. Өндіріс факторларының нарығы ресурстарға деген сұраныс өндірістік қайталама сипатын білдірсе де, сұраныс пен ұсыныс әртүрлі субъектілер арасындағы шектеулі ресурстарды бөлуді реттейді. Барлық ресурстар өндіріске белгілі бір комбинациялармен толықтырылуы тиіс. Машинкалар мен құрал жабдықтарды табиғи жанды еңбекпен, оған керісінше ауыстыруға болады, ал табиғи материалдарды жасанды еңбекпен ауыстыруға болады. Сондықтан да ресурстар бағасының өзгеруі әрқашанда өзге ресурстар бағасының өзгеруіне әкеліп соғады. Жер өндіріс факторы ретінде өндірістік процесте бүкіл пайдаланылатын табиғи ресурстарды білдіреді. Бірсыпыра салаларда аграрлық пен өндіруші және тағы басқа жер тікелей шаруашылық жүргізу объективті еңбек затымен құралы ретінде түсіндіріледі. Енді оқушылар, сіздерге тапсырма
Сіздерге экономика, маркетинг, валюта, қажеттілік деген терминдер берілген. Осы сөздерді тез-тез жазып, сәйкестендіресіздер. Сабақты бағалайсыздар, балалар. Білемін, білгім келеді, не білдім деген үш сұрақтыға сабақ арасында анықтама жазып отырыңыздар. Өндіріс туралы сабаққа дейін сіздер қандай мәлімет алдыңыздар? Болашақта өндіріс туралы қандай мәлімет білгілеріңіз келеді? Не білдіңіздер? Соларды толықтырамыз. Енді балалар, сіздерге менің бизнес ашқым келеді, кәсіпкер болғым келеді деген сұрақтар толғандыруы мүмкін, иә? Шумпетер айтпақшы, кәсіпкер болу ол әркімнің қолынан келе бермейді. Кәсіпкер адам ол өзгенің ісін қайталамай, өз жолын салатын адамды біз кәсіпкер деп айта аламыз. Бүгінгі нарықтық экономикада бизнеспен айналысу, кәсіппен айналысу бұл өте кең, үлкен табысқа жетелеудің бірден бір жолы деп білеміз. Енді сіздер ойлана отырыңыздар. Болашақта кәсіпкер болсаңыздар, қандай кәсіппен айналысушы едіңіздер? Немесе қандай бизнес ашқыларыңыз келеді? Кәсіпкер балалар, яғни ол қолынан келген іспен айналысу. Енді шұжық, мысалы менің шұжық өндіретін өнімді өндіремін. Мен отандық тауар сатамын. Киім-кешектер, жабдықтар, жиһаздар болуы мүмкін. Яғни өндіріс, кәсіпкерлік, бұның бәрі қолыңнан келген іспен айналыс. Мен кәсіпкер боламын. Қажеттілікті, яғни қанағаттандырамын. Ата-анасымен, басқа да туыстармен қарым-қатынас керемет. Коммерциямен айналысам, кафе ашу, ресторан, өз пікірін білдіруге, ақшаны үнемдеу, сауда-саттық, әртүрлі балалар кешенін жасауға болады. Жеке өмір сүру, яғни құқығы, сонымен қатар мәдени және шығармашылық өмірге жан-жақты қатысу балалар. Енді сіздерге үйге тапсырма, өткен тақырып бойынша тест жасап келесіздер.